Сәлеметсіздер ме, тыңдаушылар? Біздің кезекті келесі лекциямыздың тақырыбы ұлы лидерлердің модельдері. Бұл лекцияда біз Фидлердің ситуациялық көшбасшылық моделі мен Вруметтің басшысының шешім қабылдау моделі, ахуалдық көзқарастың артықшылықтары мен кемшіліктерімен танысатын боламыз. Модель бұл нақты құбылыстың, процестің немесе жүйенің жеңілдетілген немесе абстракцияланған көрінісі. Модельдер нақты жағдайларды немесе құбылыстарды түсіну, талдау және болжау үшін қолданылады. Ал ұлы лидерлердің модельдері бұл белгілі бір тарихи немесе заманауи көшбасшылардың, лидерлердің басқару тәсілдері мен стильдерін сипаттайтын үлгілер. Бұл модельдер көшбасшының мінез-құлқын, шешім қабылдау тәсілін, команда мен қарым-қатынасын зерттеп, соларға сүйене отырып көшбасшылықтың тиімді жолдарын ұсынады. Біріншіден, Фидлердің ситуациялық көшбасшылық моделін қарастырайық. Фидлердің айтуынша, көшбасшының тиімділігі оның жеке стилі мен жағдайдың сипаттамасы арасындағы сәйкестікке байланысты. Жағдай факторлары: көшбасшы мен қызметкерлер арасындағы қарым-қатынас, тапсырманың құрылымдылығы және көшбасшының лауазымдық беделі. Енді бірінші жағдайға келетін болсақ, қарым-қатынас жақсы, тапсырма құрылымы жоғары, бедел жоғары және тиімді стиль тапсырмаға бағытталған болуы мүмкін. Ал екінші жағдайда қарым-қатынас нашар болуы мүмкін және бұл жағдайда тапсырманың құрылымы төмендейді, бедел тиісінше төмендейді, ал тиімді стиль адамдарға бағытталған болып саналады. Вруметтің басшысының шешім қабылдау моделіне келетін болсақ, бұл модель көшбасшының шешім қабылдау стилін таңдауы нақты жағдайға және ұжым мүшелерінің қатысу деңгейіне байланысты екенін көрсетеді. Модель басшыға нақты жағдайда қандай шешім қабылдау тәсілі тиімді екенін анықтауға көмектеседі. Команданың қатысу деңгейі мен уақыт басты факторлар болып саналады. Және де 5 негізгі шешім қабылдау стилін ұсынады. Бірінші, авторитарлы, басшы жалғыз шешім қабылдайды. Екінші, авторитарлы 2, басшы ақпарат жинап, өзі шешім қабылдайды. Консультатив 1, яғни консультативті 1, басшы жеке қызметкерлерден ғана кеңес алып, өзі шешім қабылдайды. Келесі консультатив 2, яғни басшы топпен кеңесіп, өзі шешім қабылдайды. Үшінші групп топпен, яғни шешімді топпен бірігіп қабылдайды. Яғни осындай 5 шешім қабылдаудың стилін ұсынады. Енді ахуалдық көзқарастың артықшылықтары мен кемшіліктеріне келетін болсақ, жалпы ахуалдық ситуациялық көзқарас көшбасшының стилі нақты жағдайға, ұжымның жетілу деңгейіне және тапсырманың мазмұнына қарай өзгеріп отыратынын білдіреді. Бұл жерде диаграммада көретін болсақ, яғни ситуациялық көзқарас бойынша ұйымшылдық 10%, икемділік 30%, мотивация 25%, қарым-қатынас 15% және шешім 20% құрап отыр. Ал жаңа ахуалдық көшбасшылықтың кемшіліктеріне келетін болсақ, жоғары біліктілікті қажет ету. Яғни бұл жерде жоғары біліктілік қажет. Келесі, уақытпен талдауға тәуелді. Және стильдің тұрақсыздығы. Яғни ситуацияға байланысты болғандықтан әртүрлі стильге көшіп кетуі ықтимал. Және де жағдайды дұрыс бағаламау қаупі. Яғни ситуацияға байланысты жағдайды дұрыс бағаламаған жағдайда да бұл жаңа қауіпті болып саналады. Және тәжірибеге шамадан тыс сүйену. Біздің тәжірибемізге сүйене отырып, ситуацияны дұрыс бағаламайтын болсақ, бұл жерде қабылданған шешім де қате болуы әбден мүмкін. Соған байланысты мына жерде зерттеулердің нәтижесі көрсетілген екен. Яғни біліктілік 28%-ді қажет етеді, уақыт 24%-ді, тұрақсыздық 18%-ді құраған, және бағалау кестесі 20%-ді құраған, және тәжірибеге тәуелділік 10%-ды құрап отыр. Біздің жаңа көрсетілген критерияларымыз осындай пайыздық көрсеткішпен көрсетіліп отыр. Енді теориялардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарына келейік. Яғни алдарыңызда теориялардың салыстырмалы талдау кестесі.
Критерийлер бойынша айтатын болсақ, негізгі идея Фидлер моделінде стиль мен жағдай үйлесуі, Врум-Еттон моделінде шешім қабылдау процесі, ахуалдық тәсілде жағдайға икемделу. Ал көшбасшы стилі критерийінде Фидлер моделі тұрақты болып саналады, Врум-Еттон моделі өзгермелі, ахуалдық тәсіл ол да өзгермелі болып саналады. Ұжымның қатысуы бойынша Фидлер моделі ескеріледі, ұжымның қатысуы, ал Врум-Еттон моделінде негізгі рөлде ұжымның қатысуы, ал ахуалдық тәсілде ішінара, жағдайға байланысты. Қолдану аймағына байланысты Фидлер моделі ұйымдық жағдайларда көп қолданылады, Врум-Еттон моделі шешім қабылдау кезінде шешім қабылдауға байланысты, ал ахуалдық тәсіл кез келген көшбасшылық ахуалда қолданылады. Икемділік жағынан Фидлер моделі төмен деңгейде, Врум-Еттон моделі орташа деңгейде, ахуалдық тәсіл жоғарғы деңгейде қамтиды. Бағалау күрделілігі бойынша Фидлер моделі орташа, Врум-Еттон моделі жоғары және ахуалдық тәсіл де жоғары. Теория авторларына келетін болсақ, Фидлер моделі ол Фред Фидлер, Врум-Еттон моделі Врум және Еттон, ахуалдық тәсіл Херси және Бланшард, тағы басқалар. Ұқсастықтарына келетін болсақ, барлығы жағдай факторларына мән береді, яғни сол жағдайға икемделеді. Және лидерлердің стилі ұжым жұмысына әсер етеді. Қай лидер қандай стильді қолданбасын, ол жалпы ұжымның жұмыс жасауына әсер етеді. Және тиімді басқару үшін жағдайды бағалауды талап етеді. Қандай стильді қолдансаңыз да, қай модельді қолдансаңыз да, ол жағдайды бағалауды талап етеді. Айырмашылықтары: Фидлер стилі тұрақты, ал қалған екеуі икемді болып келеді. Врум-Еттон шешім қабылдау логикасына, ал ахуалдық тәсіл адамның дайындық деңгейіне бағытталған. Ахуалдық тәсіл ең бейімделгіш және практикада жиі қолданылатын тәсіл болып саналып отыр. Теориялардың қолдану салаларына келетін болсақ, сала бойынша білім беру, бизнес, медицина, саясат, қоғамдық ұйымдар және әскер мен қауіпсіздік саласын алдық. Бұл жерде білім беруде көбінесе Врум-Еттон моделімен ахуалдық көшбасшылық қолданылады екен, яғни ыңғайлы болып саналады. Ал бизнес саласында Фидлер моделі ішінара тиімді болып саналады, жалпы тиімді болып саналады. Ал Врум-Еттон моделімен ахуалдық көшбасшылық ең тиімді деп саналады. Ал медицина саласында Фидлер моделі сирек қолданылады. Врум-Еттон моделі тиімді қолдануға болады, бірақ шектеулі контекстте деп саналады. Ал ахуалдық көшбасшылық, яғни ең тиімді болып саналады. Саясатта Фидлер моделі тиімді қолдануға болады, бірақ шектеулі контекстте деп қарастырылады. Врум-Еттон моделі де дәл солай, және де ахуалдық көшбасшылықта дәл солай. Яғни тиімді, бірақ қолдануға болады шектеулі контекстте деген бағалау бойынша. Қоғамдық ұйымдарда Фидлер моделі ішінара кей жағдайда ғана тиімді болып саналады. Врум-Еттон моделі тиімді болып саналады. Ахуалдық көшбасшылық ең тиімді модель болып саналады. Әскер және қауіпсіздік саласында Фидлер моделі ең тиімді болып саналады. Врум-Еттон моделі өте сирек кездеседі. Бұл салада қолданысу шектеулі және ахуалдық көшбасшылық тиімді қолдануға болады деп есептеледі. Қорытындылай келетін болсақ, ұлы лидерлердің модельдері көшбасшылықты терең түсінуге көмектеседі. Олар ұйымдағы тиімді басқарудың, шешім қабылдаудың және адамдармен қарым-қатынастың негізін қалайды. Негізгі ойлар: Фидлер моделі көшбасшы стилі мен жағдай үйлесуі маңызды. Врум-Еттон моделінде шешім қабылдау процесінде ұжым мүшелерінің қатысуы ескеріледі. Ахуалдық көзқараста әртүрлі жағдайға бейімделу арқылы нәтижеге жету басымдыққа ие. Рахмет, сау болыңыздар.